Ресей соғысқа Қанжар кибер дыбыстық ракетасын қолданды. Бұл қандай қару? Қанжар кибер дыбыстық ракетасы әскери ұшақтан нысанаға бағытталған кезде өте жылдам ұшады. Ракетаға қарсы жүйелер кибер дыбыстық зымырандарға қағып түсіру қиындау. 2018 жылы Путин Қанжар ракетасын жасау туралы ресми түрде жариялап, бұл ракетаны тоқтату мүмкін емес деген еді. Кибер дыбыстық ракета деген не? Бұл дыбыс жылдамдығынан 5 есе жылдам, яғни сағатына 6174 шақырымнан аса жылдамдықпен ұшатын өте жылдам ракета. Ресей Қанжар ракетасын МиГ-31 және Ту-23М3 ұшағы алып жүреді. Осы ұшақтан нысанаға нақталады. 2018 жылы Путин Қанжардың жылдамдығына 12.000 км сағатына және 2000 шақырым қашықтықты нысананы алып түседі деп мақтанған. Ресей Искандер ракетасын жетілдіріп, Қанжар ракетасын жасап шықты. Искандер 500 шақырымға дейін жететін болса, Қанжар МиГ-31 ұшағынан ұшырылып 2000 шақырымға дейін жетеді. Ал Ту-23М3 ұшағынан ұшырылатын болса 3000 шақырымға дейін бара алады.